Мен мынау Қостанайдан шығып Мичуринге баратын жолда тұрмын. Бұл Мичуринге баратын төменгі ойдағы жол. Мынау Қостанай жағынан келеді. Мынау қазіргі түсіріп атқан жерім бұл Қостанай жақтан келеатқанда оң жақ жағалау көл боп тұр. 7 сәуір күні үлкен тасқын болған кезде осы жерден су жырып, мынау бұл су Весна саяжайы және Железе бетоншық саяжайының шетімен келген мол су осы жерге келіп мына бетке өтті. Мына жолдың мына келесі беті. Енді мінекей мына жолдың сол жақ беті. Бұл жақта да ізі тұр. Судың ізі тұр. Мынау тұрған, ағарып тұрған бұл Алтынсарин кесенесі. Осы тұстан су жығылды. Тағы да бір жақсылап көрсетейін. Мінекей міне тоқтаған жерім, видеоның тоқтаған жері ол Алтынсарин көшесі, Алтынсарин кесенесі. Мына жағының бәрі су. Енді мінекей жолды кесіп өтіп оң жағына өтетін болсақ, ең алапат су әлі жатыр. Мінекей тағы да қайталап айтам, бүгін мамырдың 25-і. 1,5 ай өтті үлкен судың келгеніне. Су әлі жатыр. Міне тағы да молырақ қарап шығуға болады. Міне көл құрады. Көл құрап тұр бұл жерден. Мына жол, Мичуринге баратын жол, ішкі жол дейміз бұна. Осы жолды бұдан басқа қырмен баратын жол бар. Әрине ол жаққа су барған жоқ. Биік қырдан өтетін жол, ол жерге су барған жоқ. Мына жерден мінекей су өтіп Алтынсарин кесенесінің тұсынан Тобылға қайта құйды. Сондықтан өткенде бір жазған видеомда жазған болатынбыз. Весна саяжайының жанына өткен, ол саяжайдың жанында сай бар, өткен су Тобылға Мичурин совхозының бүйірінен келіп құйды деп. Мына жақтан қарасаңыздар, ана жақтан Мичурин совхозының шеткі үйлері көрініп тұр. Мынау Мичуриннен шыққан машиналар. Мінекей осылай әлі мамырдың 25-і болса да судың табы әлі жатыр, көлшік болып. Демек, бұл жердің барлығы кезінде, Тобыл тасыған кезінде су астына қалатын жер. Мынау қала жақ бетін тағы да видеоға тартып жатырмын. Бұл жерде қала жақсы көріну үшін мен видеоны бері қарай тартқым келеді. Жақындатқым келеді көріністерді. Мінекей көріністерді жақындаттым. Қаладан 9 этажды үй көрініп тұр, соңғы жылдары салынған. Және мінекей ағарып тұрған күмбез, бұл Ыбырай Алтынсарин жатқан кесене. Міне кесененің маңайын қараңыз. Мінекей жолдың шетінен мен түсірейін. Мінекей жолдың шетінен түсіріп отыр. Мінекей кесенеге барып тұр. Тағы да жақындатайын. Міне кесене, міне су. Енді жолдың арғы бетіне шықсақ, ол кезде мынандай көрініске тап боламыз. Бұл 25 май 2024 жыл.